қуат қиықбай, тәуелсіз тоқал. Сырт қарағанда Нұрайымды қайғы мұңсыз деп тон пішуіңіз мүмкін. Атасы соғыс ардагері, әкесі бір кезде түкірігі жерге түспеген, ақ дегенін алғысқа, қара дегенін қарғысқа айналдырған коммунистік партияның аудандық бірінші хатшысы болған. Әйел заты болып жаралғаннан бері тағдырында түк те қиыншылық көрмей бақытты ғұмыр кешкен адам дерсіз. Бұрынғы қиын қыстау күндерде елдің қолы жете бермейтін, елдің қыздары ала алмаған жоғары білім егері. Сарайдай үйдің алтынға оралған хас ханшайымы. Екі бірдей қызын қияға қондырып, солардан өрбіген жиендерінің желке шашынан құшырлана иіскеп отырған апа. Жасы 47-де. Осыдан 26 жыл бұрын отасқан жұбайы қазір депутат. Жетпейтіні соның көңілі. Сезімі мен сыйластық азайып, суыған. Көңілі басқа бір сұлуға ауыпты мыс. Осыны сезгеннен бастап сумаңдаған тілдерден естігелі бері ішіне қарамысық кіріп алып, іші бауырын түн демей, күн демей тырмалайтындай. Күніге үйінде жалғыз алданыш етер дәнеңесі жоқ. Кейде қыздарына қонаққа барып шыққаны болмаса, жападан жалғыз. Өмір бақи шулы ортада тірлік кешіп, елегезектігімен елдің ортасында етене жақын араласқанынан ба, бәрінен бір күнде алыстап кету, күзді күнгі тобынан ажырап қалған соқыр тырнаның кебі екен. Ол осындай келеңсіз жайтты күнде сезеді. Таңертең күйеуін жұмысқа шығарып салған соң, жас кездеріндегі суреттерге көп үңілетінді шығарды. Естелік болса да, тәттісі сол ғана. Оңтар екеуі бұрын қалай жарасушы еді. Құрдас жігіттердің қызығатын, құрбы қыздардың тамсанатын көз құрты еді ғой бұлар. Араларын алыстатқан бір-ақ нәрсе. Оңтарға ұл тауып бере алмады. Нұрайым екінші қызын босанғаннан кейін 10 жыл аралатып жүкті болған. Дәрігерлердің айтысына қарағанда ұл бала екен. Табиғат аясына тығынуға барғанда табаннан сыз өтіп, жедел жәрдеммен емханаға түсті. Ертесінде түсік тастағанын естіді. Дәрігерлер Нұрайымның енді өмірге бала әкеле алмайтынын қатаң ескертті. Басында бәрі жақсы болған. Оңтар да бұның жағдайын түсінгендей қамқорситын. Ұл бала тақырыбында да жұмған аузын ашпайтын. Бар жақсылықтың бір-ақ күнде жаманшылыққа айналуы осыдан 2 жыл бұрын басталған. Нұрайымның қолынан не келсін тулап-тулап қыздары бәрібір жақ болып шулап-шулап қойды. Ел бар, жұрт бар, Оңтардың халық алдындағы атақ абыройы бар дегендей. Одан әрі ешкім де үндей алмаған. Сызат түсті деген аты болмаса, қазір бөгдеге ың-шыңын білдірмей бір шаңырақтың астында бір отбасы болып күн кешіп жатыр. Кейде Нұрайым үшін түгелдей дерлік бұрынғыша секілді. Бірақ Оңтардың кей күндері жұмыстан үйге кеш оралуы, кей түндері жас тоқалының үйінде қона жататыны Нұрайымның осы ойларының күл паршасын көкке бір лақтырады. Нұрайымның күйеуі Оңтар, дағы жанған адам. Бірақ Оңтардың жағдайы Нұрайымға қарағанда шын мәнісінде бұрындары жақсы болған жоқ. Ол сияқты май шелпектің арасында өмірге келе салмады. Әкесі 40 жыл бойына қара қойдың артынан құрығын сүйреткен қойшы еді. Оңтар оқысын деп барын салып бақты. Әке арманы орындалып, ұлының айы оңынан туды. Қармақты алысқа тастамаған екен. Нұрайымның шляпісін шыр айналдырып, 1-2 жылдың ішінде үйлеріне келін қылып түсіріп берді. Содан соң-ақ Оңтардың маңдайдағы жұлдызы жарқырай сала берген. Байлық мансап дегенің алысты шолышмай еді. Қайын атасындағының бәрі бір күнде Оңтарға жабыса салды. Оқу бітірген жылы өз құралпастары далада іс бітіргенде бұл жолы кабинетте шырт-шырт түкіріп отырды. Аздап өрледі енді. Атасының арқасында содан соң өларада ауыл әкімі болып шыға келді. Онда да сол халықтың қазынасын қызғыштай қорған болып, қаладан үй салдырып алды да тайып тұрды. Қалада пысықай жігіттер
Жерде қалған кәсіпкерлердің басында айналшықтады да әкімшілікке танауын сұқты. Арты белгілі ғой, хатшылық, орынбасарлық, ақыр аяғы халық қамын ойлап, жарғақ құлағы жастыққа тимейтін депутат болып сайланды. Қыздарын шетелде оқытты. Жыл сайын жұбайы Нұрайыммен алыстағы теңіз жағалауларын аңсап тұратын дәрежеге жетті. Бай-байға, сайға құятынын, керімін қалталыларға, абыройлы азаматтарға құда болып жарасты. Бұған жетіспегені жиған терген, әлділерден жымқырған, әлсіздерден қанаған мол мұрасына ие болып қалар еркек кіндікті еді. Қыздарыма қалады деп сенейін десе, күйеу дегенің жау емес пе, біртүрлі қимайды. Қалайда қанынан жаралған шарана елік етіп, қара шаңырақтың отын сөндірмейтін біреу керек еді. Солай күн кешіп жүргенде өзіндей шенеуніктер қос-қостан қатын ұстайтынды модаға шығармасы бар ма? Іздегенге сұраған дейтін беді. Содан бір кездегі талдырмаш денелі, өзінің жақсы көретін қыздарының анасы, үш бірдей жиендерінің нағашы апасы, өткен күндегі дүркіреп тұрған аудандық бірінші хатшының қызына ынтызар көңілі сап басылды да қалды. Ол өзі ойлайтындай мәңгі арман еткен сұлуын кездестіргендей екен. Олар екеуі, яғни Оңтар мен оның ашынасы екеуі танысқанда, бәйбішенің бағын ұрлаған қыздың жасы бар болғаны 20-да ғана болатын. Өзінің кіші қызымен түйдей құрдас. Оңтардың есін алған елік Гүлдара. Жоғарғы білім үшін жорғалап жүрген қыздардың бірі екен. Сабағын алаңсыз оқыды. Оңтарға жолыққан соң оның жатақханадағы жарым тірлігі көзден бұлбұлдай ұшты. Жеке пәтерге көшті. Жүгерінің қауызындай бөлмеге бір үйлі жан сығылыспайтын болды. 3 бөлмелі сәнді сарайда бір өзі тұрды. Ішер мен киер мәселесіне баса ұртпады. Үйіне көп қонақ келмейтін, апталап қона жататын әкесіндей адам Оңтармен ойнас құрады тек. Сылап-сипап соны күтсе болды. Жылы жұмсақ осының аузында. Арасында ауылдағы айындарына сәлем соқат салып тұратын. О заманда бұ заман тепсе темір үзетін небір жігіттер жанұясын асырай алмай, жанын шүберекке түйіп жүргенде, қайдағы бір қалтасы тесік студент қыз Оңтардың арқасында туысқандарына қарайлағыш адам боп шыға келді. Бәрі де Орекеңнің арқасы. Табанақы, маңдай тері. Жоқ, Орекеңнің арқасы емес, сұлулықтың, мыстандықтың арқасы. Дәп соның өзі екен ау. Басында қыздың әке-шешесі мен туған туыстары ашуға мінді. Тәрбиесіз қыздың қылығы қашанда сүйегіңе таңбай емес пе? Мұны тәртіпке салмақ болған. Бұл болса, мен өз өмірімді өзім білемге салды да сазарып алды. Онысын естіген ағайындар одан әрмен ашуланып айғайға басып еді, үй ішінің сөзін құлағына ілмеді. Қашып кетіп, 10 күндей хабар-ошарсыз жүріп өздерін зар илетті. Олар да жоқтан бар деді ме, үнсіз қалды. Қазір қыздары туралы жаман ба, жақсы ма, әңгіме болған жерден қашады да жүреді. Гүлдара оқудағы ақырғы жылын бітірерде сабаққа шетелдің шаң жұқпас көлігімен баратынды. Әкеліп алып қайтушы Оңтардың жеке шопыры. Өзі сияқты өрімдей қыздар Сарыарқаның сақылдаған сарайязында бүрсең қағып білім ордасына қарай жүгірсе, бұл джиптен жібі түзу қалпы сызыла түсіп, аяғына киген биік өкшелі етігімен елге биіктен қарайтын да дәрісханасына тық-тық басып бара жататын. Биыл Гүлдара оқуын бітірген. Жұмыс іздеп, тамыр танысын салып, артынып, тартынып әуре болмады. Оның үстіне Оңтарда өзінің келісті келбетті, ынтық қылған жас тоқалын таңның атысымен күнде көріп жүргісі келді ме, өзіне жұмыс қалған. Аты хатшылық әйтпесе дәрежесі Орекеңмен бірдей. Мынаны жұмыс қалу керек десе, алады, ана біреудің көзін құрту керек десе, құрта салады. Оңтар Гүлдараны Нұрайымның сіңілісі істеп жүрген орынға тықты. Бір кездері былқ-сылқ етіп, балқытып, қылмыңдай қарап, қаныңды тасытқан жездек-ау деп, жұтқыншағы үзілетін қайран балыз қырыққап қарғысын жаудырып ол кетті. Бұл Гүлдараның осында келгендегі
алғашқы бітірген ісі. Жақында оңтар өзінің тоқалына машина сатып әперген. Құдай-ау, далада жүрген бәйбіше жоқ қой, күңкіл сөз көбейер деді ме, Нұрайымға да артынша дәл Гүлдаранікіндей етіп машина сыйлады. Маркасы бірдей. Машиналардың тек мемлекеттік нөмірлері ғана өзгеше демесең, қызылы қызылына дейін, ағы ағына дейін бірдей. Енді бұл Орекеңнің екеуін де бөле жармаған деп түсіну керек. Нұрайымға екінші болып әпергені ол оңтар үшін екінші адам ғой, ал Гүлдараның жайы айтпаса да түсінікті. Ол оңтар үшін әлемдегі ең бірінші адам екені даусыз. Басында оңтар Гүлдарамен жасырын кездесіп, ұятты істері айдаладағы жұртшылыққа жария болмай жүрген қазір оңтар ерке, некесіз тоқалының ырқына көніп, ашықтан ашық жүретін болды. Нұрайым да Гүлдараға бұрынғы бақ күндес қатын есебінде қарайды. Бақ күндес немене Нұрайымды сорлатқан осы Гүлдара ғой, қартайған шағында сүйегіне күйі жатқан. Бассыз байы соның артынан еріп кетті де, бұл елдің бір күнде дамыл таппай өсіп-өніп жататын өсегінің арасында жүр. Ызаланғанда көзіне жас толтырып жылағаннан басқа бұның қолынан не келуші еді? Гүлдара қайран қызғалдақ. Оның миына ештеңе кіріп те шықпайды. Ойлағаны ақша, бітіп болмайтын байлық. Жеті атасы басып көрмеген шетелдерді кезу. Бойына біткен ұяңдығы бар тұғын. Бүгінде ол ұмыт болған. Оңтарды одан әрмен еліктіре түсу үшін ол небір сұрқиялықты, сайқалдықты бойына жиып алған. Оңтардың тоқалы болу оның жазылған тағдыры деп біледі. Тоқал болған жалғыз мен бекем, бұрыннан келе жатқан ата салты апа-әжелерімізде болған, деп өзіне тоқтау салған ағайынға айтар сөзі даяр. Гүлдараның осыдан бір ғасыр немесе одан бұрын ғұмыр кешкен апа-әжелерінен өзгешелігі бар. Олар өздерін малға сатып алынған біреудің мәжбүрлі түрде тоқалы санаса, бұл өз еркімен оңтардың ерікті тоқалы. Сондықтан да ол ешқашанда дербес оңтардың бүкіл жиған терген байлығын жерге ұшырып кетем десе де, өз білгені өзінде. Себебі тәуелсіз тоқал ол. Қазан 2011 жыл.